Атырау облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының қолдауымен және Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы республикалық мекемесінің ұйымдастыруымен жошы ұлысының астаналары Сарайшық, Сарай-Бату, Сарай-Берке қалалары ізмен атты халықаралық ғылыми зерттеу және туристік экспедициясы айтулы сапарға шықты. Экспедиция құрамында музей қорық қызметкерлері, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының ғалымдары, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессор, тарихшы ғалымдары, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалымдары мен республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, журналистер, өлкетанушы ғалымдар бар. Экспедиция мақсаты жошы ұлысы Алтын Орда тарихындағы астаналардың орнында ғылыми зерттеулер жүргізу. Бұл сапарда Астрахань, Волгоград музейлерімен бірлесіп жұмыстар атқару үшін келіссөздер жүргізу, Атырау облысы бойынша туризмді дамыту үшін туристік компаниялармен келісімшартқа отыру жоспарланып және ол нақты жүзеге асырылды. Қазіргі кезде бізде Сарайшықта астрахандық археолог ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Бұл Плахов, Пантелеев деген, Бирюков деген суретші, топограф. Енді олар бізге келіп істейді, олар бізді де шақырады өздеріне. Бірақ енді бұл жағдай болып жатса, осы жерлерде де қазба жұмыстарын жүргізуге болады. Действительно очень много связывает. Біздің көршілес екі елді көптеген тарихи оқиғалар тығыз байланыстырады. Тек Алтын Орда тарихынан сақталған жәдігерлер жетіп артылады. Біз қазақстандық әріптестерімізбен достық әрі кәсіби қарым-қатынас орнатуға қашанда дайынбыз. Мы с большим удовольствием будем сотрудничать. Біз қазақстандық музей қорықтарымен әріптестік орнатуға үлкен құлшыныспен кірісеміз. Қазақстан халқы біздің музейдегі жәдігерлермен танысса, біздің Волгоград музейіне келушілер қазақ елінің батыс облыстарының тарихымен танысуға мүмкіндік алады. Хотелось бы приехать в гости к вам. Халықаралық экспедиция мүшелері сапарын бастаған алғашқы күні Ресей Федерациясы, Астрахань облысы, Павлодар ауданына қарасты Алтынжар ауылына ат басын тіреп, күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы кесенесіне зиярат етті. Күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы атындағы мәдени тарихи орталық қызметімен танысып, өзара ынтымақтастық жөнінде пікір алмасты. Атап айту қажет, бұл күмбезді кесене мен мәдениет үйі қазақ елінің қолдауымен тұрғызылған болатын. Мұнда қазір музей, саз мектебі және қонақ үй кешені жұмыс істеп тұр. Қазақстандық экспедиция мүшелері де қалыс қалмай, заманында қазақ хандығының астаналарының бірі болған Сарайшық тарихынан сыр шертетін көрме ұйымдастырды. Құжаттардың негізінде Құрманғазы бабамыздың 1823 жылы туғаны анықталып, күні бүгінге дейін бүкіл мынау оқулықтарда, сонымен қатар энциклопедиялық құралдарда Құрманғазы бабамыздың туған жылы 1823 жыл болып енгізілді. Бұл енді Мақсат Жолжанов пен Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры Халел Досмұхамед Қисмет Бозанұлының да таблиқінде еңбегі зор деген ойдамыз. Ал шынына келгенде Құрманғазы бүкіл қазақ халқының мақтанышы. Сонымен қатар бүкіл мынау Құрманғазының күйлері қазіргі деңгейде бүкіл дүниежүзілік өнер сахналарында күмбірлеп, бүкіл қазақтың намысын, рухын оятатын күйлермен мәңгілік еске қалды. Ал Құрманғазы бабамыздың мынау күйлерін қазіргі кезеңде бүкіл қазақ халқы үлкен мақтанышпен еске алады. Әрдайымда сол күйлерімізбен біз мақтанамыз. Жалпы негіз үлкен жұмыс жүріп жатыр. Бұл орталықта келушілер өте көп, туристер бар, паломниктер де бар. Жылына мыңдаған адам келеді осы жаққа. Жаңағы өзіміздің қазақ салт дәстүрімізді жаңғыртып, және де сол Құрманғазы бабамыздың атын әлемге танытуға жұмыс жасап жатырық. Өздеріміздің ансамбліміз бар, қазақ домбырашылар бар, әншілер бар. Сол өзіміздің қазақтың әнін, күйін деген сияқты бүкіл конкурстарға барып тұрады домбырашыларымыз. Осы Атырау облысымен тығыз қарым-қатынастамыз, мәдениет бөлімімен және де әкімшілікпен.
Сарайшық, Сарайбату, Сарайберке қалалары ізімен атты халықаралық ғылыми зерттеу туристік экспедициясының жетекшісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Әбілсейіт Мұхтар Атырау облысындағы туризмді дамыту және Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығын туристік орталыққа айналдыру мақсатында Астрахань және Волгоград облыстарында орналасқан туристік агенттік, туристік операторлармен өзара ынтымақтастық жөнінде келісімшартқа қол қойды. Халықаралық экспедицияның бір мақсаты Қазақстанның киелі орындарын, туристік нысандарын насихаттау, шетелдік туристерді елге тарту болатын. Келісімшартқа сәйкес, болашақта Сарайшық музейі көрші елдегі компаниялар арқылы екі мемлекет аумағында экскурсия, экспедиция және ғылыми конференцияларды бірігіп ұйымдастыру мақсатына қол жеткізу. Біздің Қазақстанменен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Мына сіздер Сарайшықтан келген екенсіз, оған өз басымыздан қуаныштымыз. Сарайшықты естіп жүрміз, оқып жүрміз интернеттен, бірақ та біз әлі барған жоқпыз. Енді сіздің соңыңыздан делегациямызды организовать етіп, баруымыз мүмкіншілігіміз бар енді деп ойлаймыз енді. Біздің Қазақстанның тарихын, өзіміздің шыққан жеріміздің тарихтарын ұмытуға болмайды. Біздерде мына Астрахань облысында 150 мыңнан артық қазақ тұрады. Өзіміздің ғұрпымызды, әдетімізді, мәдениетімізді жойғымыз келмей, жолдастық қоғам бірталай қызмет істеп жатырмыз. Енді жастарға мектептерде, 27 мектепте қазақ тілінің сабағын береміз. Факультатив бар, сосын 2 институт, біреу государственный, біреу технический, онда да қазақ тілінен беретін класстар бар. Одан әрі сапарында экспедиция мүшелері Ресейдің Астрахань облысы Қарабайлы ауданына қарасты Лапас ауылының маңайындағы орта ғасырлық көне кесенелер орнын аралап көрді. Олан даланың үлкен төбелерінде ертеректе археологиялық қазба жұмыстары аз да болса жүргізілген. Күйдірілген және шикі кірпіш сынықтары, шашылып жатқан керамика, түрлі түсті мозаика сынықтары бұған айқын дәлел бола алады. Лапас кесенелер кешені Ресей мемлекетінің қорғауына алынғандығы туралы ескерту белгі ғана бұл жерде тарихи құнды ғимараттар болғанын айғақтайды. Лапас ауылында орта ғасырлық қала Ақсарай орналасқан. Ақсарай сонау патшалы Ресей заманында белгілі болды. Зерттеушілердің пікірінше бұл жерде Алтын Орданың хандары жерленген екен. 1367 жылғы Фра Маруаның картасында ол анық көрінген. Фра Маруа бұл жерде билеушілер қабірстан деп белгілеген болатын. Міне осыған сәйкес кешегі замандарда археологиялық қазбалар болды, бірақ археологиялық қазбалар толық аяқталмаған. Зерттеушілердің пікірінше бұл жерде 5 мавзолей болған екен. Кеңестік замандағы тарихшы Егоровтың пікірінше бұл жерде Берке хан, Өзбек хан, Жәнібек хан, Бердібек хан жатуы мүмкін. Әрине, бұл жер бүгінде өзінің зерттеуді тез арада қолға алып жалғастыруын талап етеді. Бұл жер зерттелетін болса, тарихи деректері молайып, Алтын Орданың ашылмаған қыр-сырлары ашылады. Жошы ұлысы астаналары Сарайшық, Сарайбату, Сарайберке қалалары ізімен атты халықаралық экспедициясы мүшелері одан әрі Ресейдің Астрахань облысы Қарабали ауданы Селитринный селосы маңындағы орта ғасырлық Сарайбату қаласы орнындағы археологиялық зерттеу жұмыстармен танысты. Алтын Орданың астанасы болған Алып шаһардың орны бүгінде ұзындығы 15, ені 3-8 километрге созылып жатыр екен.
Город огромный, это один из крупнейших городов Евразии Средневековья. В настоящее время это крупнейший археологический объект Российской Федерации. Бұл жер орта ғасырларда Еуразия құрлығындағы ең үлкен қалалардың бірі болған. Қазіргі таңда Ресей Федерациясы территориясына кіретін және әлемдегі ең ірі археологиялық нысандардың бірі. Тек осы қаланың орны деп белгіленген аумағы 2061 гектар болатын жер мемлекет қорғауына алынған. Это центральная часть города. Экспедиция мүшелері одан кейінгі сапарын Волгоград облысы, Ленин ауданы, Царев селосы маңындағы Сарай-Берке қаласының орнында жалғастырды. Сапар топ мүшелері тарихи мекеннің жер бедерін көзмен көріп, құпиясын қойнына жасырған төбелерді аралады. Мұнда соңғы қазба жұмыстары 1970 жылдары болған екен. Қазіргі шаһар орны күтімсіз қоқыс орнына айналғаны өкінішті. Бір сөзбен айтқанда, таза қоқыс полигонына айналып кеткен. Тек Ресейдің федералдық деңгейдегі ескерткіш мемлекет қорғауында деген ескерту тақта ғана байырғы Алтын Орда заманынан хабар беретіні аса өкінішті. Заманда әлемнің кіндігі, шулы шаһар болған көне шаһардың байлығын бүгінде жабайы археологтар жеке пайдасына жаратып жүргендігі көп ойлантарлық жағдай. Сарай-Берке жөнінде әңгіме өте көп. Ол Ресей Федерациясының Ленин ауданы Сарев қалашығында орналасқан екен. Әттең бұл қалашықта жоғалуға айналған. Біз оған толық куәгер болдық. Тарихқа ойлап қарасақ, бүгінгі Сарай-Беркеміз жадид деп аталған екен. Ол жаңа сарай деп айтылған. Бұл жөнінде пікірлер өте көп. Заманында белгілі Алтын Орданы зерттеушілер Яковлевский осы әл-жадид сарайы, жаңа сарай 1260 жылы пайда болған екен. Осы сарайға Өзбек хан кейін Алтын Орданың астанасын көшірген деп айтылады. 14 ғасырдың ортасының жылдарында. Оның гүлденген кезеңі сол 14 ғасырға келеді. Сол жаңағы 14 ғасырдың орта кезеңінен басталатын сарай төңкерістері кезеңде Сарай-Берке құлдырай бастаған. Оның ақырғы нүктесі Тоқтамыс хан мен Ақсақ Темірдің соғысқан кезеңіне келеді. Кезінде бүкіл Еуразия құрлығына әйгілі болған Астана, Сарай-Бату бүгінде бүкіл әлемдік рухани құндылықтардың санатына енгізілген. Өкінішке орай, қазір ол тарих тек киногерлердің әсерімен салынған қалашыққа айналған. Бірақ ұлы даланың билеушілері жошы ұлысының байырғы мекенін көргісі келетін шетелдіктер үшін бұл тамаша туристік мекенге айналған. Жошы ұлысының астаналары Сарайшық, Сарай-Бату, Сарай-Берке қалалары ізімен атты халықаралық ғылыми зерттеу және туристік экспедициясының басты мақсаттарының бірі де осы. Алтын Орда мен Қазақ хандығына астана болған ежелгі қалаларды анықтау болатынды. Демек, кілең тарихшы ғалымдар, өлкетанушы, археолог мамандардан құралған экспедиция мүшелерінің үлкен жолдағы сапары өз міндетін ақтады деуге болады.